Ассалаумағалейкум достар. Менің есімім Ерғали Дүйсен. Бұл менің YouTube каналым. Осы әңгімені соңына дейін тыңдап, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, мені қолдай отырыңыздар. Келініне келін болған ене. Ана. Осы бір үш әріптен құралған сөзде бүкіл әлем сыйып кетердей бар мейірім мен махаббат жиналғандай. Перзент үшін түн ұйқысын төрт бөліп, әр сәтіне, қылығына сүйсіне жүріп, қалай ержеткенде кейде байқамай қалардай. Кейде әлі де сол балғын балалық шағындай өбектеп, бар мейірімінде арнап жатады. Жазира соңғы уақыттарда қатты толқып жүр. Тұңғышы, аналық махаббатының бастауы болған ұлы Сержан үйленгелі жатыр. Көптен бері махаббатқа мас болған жас жігіт анасына сүйгені туралы жиі сыр шертетін. Жасы да биыл 20-ның алтысына келіп, есейіп те қалды. Өзінің жап-жақсы кәсібі де бар. Алғыр, пысық баласы әрдайым анасына қорғанда болып жүретін. Артынан ерген үш бауырына да қамқор. Қолы қалт етсе, үйдің жұмыстарында жасап, әкесіне қолғабыс ететін. Сондай алғыр баласының үйленем деп, тойдың алдын ескерткелі, Жазираның түн ұйқысы төрт бөлінді. Болашақ келіні туралы бар білген таныстарынан сұрастырып та көрді. Енді ғана 19-ға толған қыз биыл колледжді тәмамдапты. Енді мамандығына сай жұмыс таппай жүрген сияқты. Шыққан тегіде қарапайым шаруа отбасы. Әкесі такси жүргізуші, ал анасы үй шаруасындағы әйел. Біреуден алды, біреуден артта өз өмірлерін сүріп келе жатқан жандар. Болашақ құдаларына іштей көңілі толмаған ана жүрегі бір түрлі беймаза күйге енді. Өзінің ақылды әрі пысық баласын бақуат тұратын құрбысының қызына қосу ниеті болған. Тілегі де орындала қоймағаны. Сержан мен Анель қаладағы парктердің бірінде кездейсоқ танысып қалған болатын. Алғаш көрген сәтінде ақ сұлу қызға назар ауған жігіт оның көңілін бірден таба алмады. Қаншама күн колледж алдын жағалап, тыныштық бермей жүріп, әрең көндірді. Ал еркелігі мен сүйкімді қылықтарымен одан әрі баурап алған қызға үйленуге асыққан Сержанның ниетін анасы қолдай қоймады. Балам-ау, неге сонша асығасың? Сәл танысып, араласып көр. Одан қалды қай жерден шыққан, тегі қандай, зерттейік. Отбасы болу сен ойлағандай оңай емес. Ту, анашым, осы сізді әкем бір көріп алып қашып кетті емес пе? Бір-бірлеріңізді танымасаңыздар да бақыттысыздар ғой. Ал біз Анель екеуміз араласып жүргенімізге де міне 3 айдан асыпты. Ай, балам, бәрі сен ойлағандай оңай емес қой. Енді қандай жандармен құда болып жатырмыз? Қыз қандай, сұрастырайық. Сосын көре жатармыз деп алдына ас қойды. Я, анашым, жарайды. Сіздің дегеніңіз болсын деп тамағын іше бастаған Сержан іштей өз жоспарын құра бастады. Құрбысымен бүгінгі күнін талқылап, болашақ құдаларын менсінбегенін айтып, Марал мен Сержанды қосу туралы өз ойының ұшын шығарып, енді айтып келе жатыр еді. Сигналдатып, шулаған жастардың даусынан селт етіп, терезеге жақындады. Жазира жеңге, сүйінші, келін келді. Ақ құрдасым сізге келін әкелді, деп Сержанның жан досы Алмат үйге жүгіріп кірді. Дәл сол сәтте сазарып кеткен Жазира тұрған орнында қатып қалғандай. Айғайлаған, шулаған жастардың даусынан көршілер мен жақын жердегі ағайын туыстар да тез жинала қалды. Елден ұялғаннан ғана Жазира іздеп жүріп, сандығының түбінде жатқан ескілеу орамалды алып әрең салды. Барлығы қуанып, келінге құтты болсын айта, бірден топырлай да қалды. Бәрінен де әкесі қатты қуанып, шапқылап, бүкіл туысты жинап, тойдың қамына кірісіп те кетті. Кәсіпкерлікпен айналысатын бұл отбасының жағдайы жақсы тұратын. Ауылда шағын дүкендері,
қалада бірнеше киім дүкендері бар отбасының отбасылық кәсібін әкесі мен Сержан бірге басқаратын. Ал ауылдағы шағын дүкенді Жазира қалған балалармен бірге дөңгелетіп отыр. Елден ұялғаннан ғана барын салған Жазира беташарын өткізіп алды. Артынан кештетіп, қуғыншыларды да күтіп, барлығын жақсы шығарып салған соң, өзінің жаңа статусына марқая арқаны кеңге салып, ене атты рөліне енді. Дегенмен, жаңа түскен келінге ене болу әркімнің қолынан келсе де, оны өзіне жақын тартып, ана бола білу көпшіліктің қолынан келе қоймасы анық. Келіннің шыққан тегіне көңілі толмаған Жазира Анельді алғашқы күннен жақтыра қоймады. Одан қалды пысық, әрі сұлу баласының таңдауы бойы кішкентай, қара қызға түскеніне іші күйіп барады. Айналасы толған аппақ, бойы ұзын, сұлу қыздар болғанда, мына қап-қара қызды қайдан тауып алған өзі деп, іштей ашуланып та қояды. Ал сонша өбектеп, бар жағдайын жасап өсірген баласының ешкімді тыңдамай үйленгені жанына батты. Осы уақытқа дейін баласының айтқанынан шықпай, не десе де көнетін әдетіне үйренген ана жүрек баласының бұл қылығына қарс айырылғандай еді. Не болса да, енді ештеңені артқа қайтара алмайтыны рас. Өзі жас болса да Анель өте пысық екен. Таң атпай ерте тұрып, есіктің алдын жинап, ата-енесіне сәлемін салып, дәмдетіп, таңғы асында дайындап қояды. Үйдегілердің барлығы жас келіннің әдебіне сүйсініп, оны ерекше құрметтей бастады. Тіпті салттан хабары жоқ жас келін барлық қайны сіңілілеріне есім қойып, аттарын да атамай жүр. Ал жасаған тамағы тілі үйріп, сондай дәмді болғанына барлығы мақтайтын. О, келін келіп, үйіміздің сәні кіріп қалды. Мұндай таңғас ішпегелі қай заман деп, қайнатасы дастарханға жақындап отырды. О, бутерброд, жақсы болды ғой. Мектепке ала кетемін деп, кіші қайнысы біреуін сөмкесіне сала бастады. Тоқтаңыз ерке бала, келіңіз әдемілеп салып берейін деп, Анель де оны пакетке салып, сөмкесіне салып берді. Үйдегілердің бұл қылықтарына іштей тыжырайған Жазира болса, тамақ көрмегендей, өмір бойы аш отырғандай болдыңдар-ау. Осы жас кезімізде бізде жүгіріп істедік қой. Дереу ұмытып қалғандарыңдай, деп жақтырмай келіннің қолынан шайды алып, кесесіне көзін аларта қарады. Әй келін, не мені жақтырмай отырсың ба? Шайды сонша толтырып құйғаның несі? Жақтырмасаң айт, шайды өзім құйып ішем деп тыжырайды. Жоқ анашым, байқамай қалғанмын ғой. Оның үстіне біздің үйде шайды толтырып құятын еді. Соған үйренгенмін ғой. Енді ол сенің үйің, ал бұл менің үйім. Сондықтан менің заңыммен болады бәрі деп, шайын сораптап ішті. Енесінің алғашқы күннен ақ жақтырмағанын сезсе де, Анель көп көңіл аудармауға тырысатын. Енесінің көңілінен шығу үшін барын салып, таңнан кешке дейін тынбайтын еді. Таң атпай ерте тұрып, түннің бір уағына дейін жыбырлап, тірлік жасап жүре беретін. Сонда да енесі жоқ жерден ілік іздеп, әр тірлігінен мін іздеп отыратын. Бір күні тамағыңның тұзы ащы десе, екінші күні тым майлы деп әйтеуір жақтырмай отыратын. Ондай сәтте көңілі түсіп қалса да, байқатпауға тырысатын жас келін, соған ұнаймын деп барын салуға тырысатын. Жақтырмай отырса да, келіннің дәмді тамағын тауса, одан күнде пісірген тәттілерінде жей сала жатып қалатын Жазира түні бойы асы қортылмай, асқазаны ауырып шығатында, таң атпай соны таңғы шайды айтып, үйдің берекесін алып отыратын. Анашым, енді өзіңіз көп жеп қойған боларсыз. Басқа ешқайсымыз ауырмадық қой осы деп, келіншегін қорғағысы келген Сержан бүгін анасына қарсы сөйледі. Сол-ақ екен, қолындағы шайын тастай салған Жазира аһ ұрып жылай кетті. Я дұрыс, келіншегіңе тиіп жатырмын да, я? Қорғап шықтың дереу. Не дегенмен, сүт берген ары жат,
төсек берген бері жат болып жатыр да, иә? Анашым. Ей қатын, не, өтірік пе? Келіншегіне бір сөйлеп қалған еді. Жаны шығып кетті ғой. Бүйтіп берген шайларың бар болсын деп, жылай орнынан тұрып кетті. Осылай басталған берекесіздік осыдан кейін жалғаса берді. Күні бойы дүкендерінің ортасында тауар тасып әбден шаршап келетін сержанды үйге кіре анасының ызыңдап, келіншегін жамандағаннан әбден мезі болды. Бастапқыда онша мән бермегеніммен, соңғы уақыттарда титығына тиіп, Анельге өзі де тиісетін әдет шығарды. Бір анамның көңілінен шыға алмай не істеп жүрсің? Енді таңнан бері тынбаймын ғой, шаршасам да бір отырмай қызметін жасап жүрмін. Бұдан артық не істеймін? Тілің шығайын депті ғой, тірлігіңді міндет қылайын депсің деп, жас жұбайлар алғаш рет сөзге келе бастады. Есіктің ар жағынан екеуінің ұрсын естіп тұрған Жазираның жаны кіріп тұр еді. Келіннің көңілсіз бөлмеден шыққанын көрген Жазираның бірден көңіл күйі көтеріліп, өзінен өзі күліп, бақытты болып жүрді. Әйелінің келініне жасап жүрген әділетсіздігін байқаған қайнатасы үнемі оны қорғаштауға тырысатын. Ондай сәтте күшіне мінген Жазира ешкімді аямайтын. Тіпті басқа балаларын жеңгесіне қарсы қойып, араға салқындық орната бастады. Барлық қызық той күнін белгілеген сәтте басталды. Қаладағы ең қымбат тойханалардың біріне той күнін белгілеген сержан соңғы уақытта жиі көңілсіз жүретін келіншегінің көңілін ауламақ болып қыдыруға алып шықты. Екеуі бойдақ кездерін еске алып, саябақта серуендеп, одан шығып, той көйлектері салондарын аралады. Кешке дейін қалада жүріп, үйге кеш қайтқан екеуін үйде тағы бір үлкен ұрыс күтіп тұр еді. Тамақ жасалмаған, үй шашылып жатқанын көрген Анель үйге кіре кешкі астың қамына кірісіп кетті. Бір жағы тамақ жасап, бөлмелерді жинап жүр. Жазира сол баяғы әдетіне салып, ыңқылдап, басын ұстай тырысып жатыр. Тез-тез картоп пен ет қуырып, дастарханға қойғаны сол еді. Енді мұны қорыту үшін таңға дейін ұйықтамау керек шығармыз. Әлде аш жатайық па деп, тістене күле шанышқын алды. Аз-аздан жесең ештеңе етпейді. Күнде жеп жүрміз ғой. Енді күнде жеп жүрміз деп, түнгі 12-де тамақ ішейік деп келініне қарады. Күндізгі бақытты көңіл күйінің тас талқаны шыққан Анель жанарына толып қалған жасын әрең тыйып отыр. Дәл қазір біреу сөйлесе, ытқып шығуға дайын. Кішкентай ғана тістеген нанның өзін шайнай алмай түйіліп отырып қалды. Түстен бері ештеңе жемеген балалар таласа тамақты жеп қойып, соңында таласып кетті. Тамақты аз жасағанына тағы сөйлеген енесінің сөзін көтер алмаған Анельдің жанарынан жасы домалап кетті. Барынша сездірмеуге тырысса да, жасы тоқтамай оны сүртіп әлек болды. Соңы болмаған соң шайды желеулетіп, орнынан тұрып кетті. Келіншегін жақтағысы келіп, сержан тағы сөйлеген еді. Таңнан бері қалада жүргеніне шыдай алмаған Жазира айғайға басты. Тіпті күйеуін де тыңдағысы келмей айғайлап, соңында өзінен өзі боз боран болып жылап, бөлмесіне кіріп кетті. Осылайша тағы бір күн осылай берекесіз аяқталды. Түні бойы жылап, көз ілмеген Анель болса, әбден өзін жеп бітті. Не істесе де жақтырмайтын енесінің көңілінен шығу мүмкін емес сияқты кейде. Амалсыз бәріне көнуден басқа шара таппағандай. Күнде үйде ұрыс керіспен той күні де жақындап қалды. Келінін аса жақтыра қоймаса да, байдың әйелі деген статусына сай болу үшін барын салған Жазира құдалық пен тойдың әр сәтіне ерекше дайындалды. Дегенмен, құдасының әкелген дүниесі мен кейттері ұнамағанын қанша жасырғысы келсе де, тырысып жүрген бетінен анық аңғаруға болатын еді. Той бойы тек өз достары мен құрбыларының жанынан шықпаған Жазира, жаңа құдаларына тек тост барысында ғана бетпе-бет келіп, былай еш сөйлей де,
мән бермейді қойды. Қызының бақыты үшін де үнсіз қайтқан Анельдің анасы құдағиының мінезін бірден ұната қоймады. Дүбірлі той да өте шықты. Үйге құтты болсын айтып келген әр жанға тек өзі мен достары туралы айтқан Жазира келінінің жүгіне қатысты сөз арасында қыстырып та қалатын. Білмеймін ғой, құдағи білетін шығар деп ойлағанмын. Қызды айтқан болар, біздің қандай отбасы екенімізді. Әйтеуір бұрынғы заманның сандығында қалған мата ұштасына келіпті. Оларды қаз дүкеніме қойсам да өтпейді-ау. Оны қайтем енді. Ертең өз шақыра апарып беремен енді деп, құдағи әкелген киттерін лақтырып ортаға тастады. Жазираның мінезіне қанық туыстарды үндей қоймады. Келген қонақтарға қызмет етіп жүгіріп жүрген Анель болса, енесінің сөздерін естіп, тамағына тірелген өксігін баса алмай бөлмесіне әзер жетті. Бір бұрышқа тұрып, өзін баса алмай жылап, әбден ренішін шығарды. Қанша жүрегіне жақын алмаймын десе де, ата-анасының тірнектеп жинап, әкелген дүниесін менсінбегені жанына қатты батты. Таңнан кешке дейін үйдің тірлігінен босамайтын Анель соңғы уақытта өзін қатты тастап жіберді. Бөлмесіне кіріп, өз-өзіне қарауға, күтім жасауға да шамасы келмейтін. Кешке сүріне әрең бөлмесіне кіретін келіншек тіпті күйеуіне де көңіл бөле алмайтын халге жетті. Таң атпай әйтеуір бір тірлік тауып қоятын Жазира келініне еш тыным тапқызбайтын. Баласы сәл келініне жақындай кетсе, іші қыз қайнап, дереу ашулана кететін. Жұмыстан шаршап келсе, анасының келіншегін жамандауы, одан Анельдің де қашан қарама томаға тұйық, қабағы қатулы жүруі соңғы уақытта Сержанның да шамына тиіп жүр. Жұмыстан ашуланып келіп, сәл айтқаны болмай қалса, айғайлай жөнеледі. Жауап беріп жатса, сөз таластырма деп, одан әрі басып тастауға да тырысатын. Онсыз да күнде енесінің көңілінен шығам деп жүргенде, енді күйеуінің өзгеріп шыға келгені Анельге қатты батты. Сондықтан да жиі жылап қалатын. Бұл үйде бұрынғыдай ешкім сөзін сөйлемейтін болған. Адам өзін төмен санап, бұға берсе, оны айналасы да дәл солай жерге ұра беретіні бар емес пе? Анель де дәл солай келген жері түртпектей беретін. Баяғы жалындап жанып тұратын қызда жұрнақ та қалмағандай. Анель, Анель дейм, немене құлағың керең бе? Қайдасың деген дауыстан шошып кеткен келіншек далаға жүгіріп шықты. Жұмысынан ертерек келіп қалған Сержан жолай анасының дүкеніне кірген еді. Ол да отқа май құйып, келіннің тағы бір ісін түгендеп, жамандап жіберіпті. Онсыз да жұмыстан шаршап, сіркесі су көтермей келе жатқанда, анасының мына сөзі жығылғанның үстіне жұдырық болғандай. О, келіп қалыпсың ғой. Құлағың керең болған ба? Не естімейсің? Жаңадан бері айғайлап жатырмын ғой. Үнемі сол ғой, былжырап жүресің. Ту, сендерге ақ жақпай қойдым ғой осы. Не дейсің? Тағы айталашы деп, егінен қысып ұстаған Сержанның көзі қызарақтап кетті. Қайтала дейім. Ауырып кетті Сержан, жіберші. Тілің шығайын депті ғой, Анам дұрыс айтады екен. Сен тек менің алдымда өтірік жуассың. Басқа уақытта жалмауызсың ғой деп итеріп жіберді. Бұдан әрі екеуінің орталарындағы жанжал өрши кетті. Тіпті бірнеше рет ұрыс барысында Сержан Анельге қол да көтерді. Барынша отбасын сақтап қалуға тырысқан келіншек үнсіз көніп, бұл жағдайда жасырын ұстауға да тырысатын. Болмашы дүниеге ұрыс басталып, соңы үлкен дауға айналды. Соңғы уақытта қырғи қабақ соғыстан әбден шаршаған Анельде соңғы кездері сөз қайдыратын болған. Оған шыдай алмаған Сержан да аямай соққыға жыға жөнелді. Менің бір анамның көңілінен шықпаған қатын маған керек емес деп,
шашынан сүйрей сыртқа қарай тарта бастады. Әкесінің доғар деген сөзін де тыңдағысы келмеген сержан Анельді сүйрей көлікке салды. Қазір айнып қалып, тағы қалып қоймасын дегендей, Жазира да айғайға басып, жылап өтірік рөлге кіре кеткені. Ашудан көзі қызарып кеткен жігіт көлікті бар жылдамдығына баса, көшені шаңдата Анельдің үйіне қарай зулап келді. Жол бойы қойшы, олай жасамашы, әлі-ақ жарасамыз ғой. Бұлай мені масқараламашы деп жалынған келіншек қанша тырысса да, бұл жолдың соңы еді. Отбасы тек екеуден тұрмайды. Ондағы әр кейіпкердің өз орны, ықпалы бар. Әсіресе жас жұбайларға үлкендердің қолдауы ауадай қажет. Қателігін көрсе демеп жіберіп, әр жетістіктеріне бірге қуана білсе, керегесін кеңге жайып, еңселерін тіктеп алары сөзсіз. Жарым деп сенген жанның қылығы жанына қанша жара салса да, Анель барынша отбасын сақтап қалуға да тырысты. Бірнеше рет үйге кешірім сұрап та келді. Дегенмен, келіннен құтылғанына қуанған Жазира Анельді ауласына да кіргізбей қойды. Бір сәтте шаңырағы шайқалып, сүйгенімен айырылысқан сержанға да ауыр еді. Бір жағында анасы, екінші жақта сүйген жары. Жүрегі келіншегін алып келуді қанша қаласа да, сол жалған көкіректікпен анасының тілегі оны мойын бұрғызбады. Тіпті кейде ішімдікке сылқия тойып, үйіне келмей қаладағы пәтерінде қонып қалатын. Келіні үйінен кете өзінің жоспарына кіріскен Жазира құрбысының қызы Маралды келін етуге асық. Күнде кешке баласына Маралды мақтап, одан қалды әртүрлі сылтаумен екеуін бірге жұмсай беретін. Бастапқыда да кішкентайынан бірге өскен қызды қарындасындай көрген сержан қызға жолай қоймағанымен, анасының күнде айта беруімен соңында үйленіп тынды. Ажырасқандарына небәрі бір айда өтпей, күйеуінің өзгеге үйленіп кеткені Анельге өте ауыр тиді. Бір бөлмеге қамалып, күйзеліске түскен қызына алаңдаған ата-анасы мен бауырлары барынша қолдауға тырысты. Осылайша жаңа өмірге ақырын үйренісе бастаған Анель қалаға жұмысқа тұрып, өткеннің сызын артқа қалдыруға тырысты. Ешкімді тыңдамай, өз дегенін жасатқысы келген Жазира құрбысының қызын алып, көп етпей-ақ бармағын тістеп қалғандай. Өйткені байдың ерке қызы тамақ жасамақ тұрмақ, еш тірлікке икемі жоқ еді. Бақуат тұратын құрбысы қызының тірлігін үйге әкеп, Жазираны ел алдында мерейін өсіргенмен, келіні жиі ұялатын. Ұйқысынан әрең түскі 12-де тұрғанымен қоймай, қит етсе қалаға жүгіріп, аңдағаны сән салоны мен сержан еді. Көрінгеннен қызғанып, болар болмасқа ұрыс та шығаратын. Ондай сәтте ашық жараны одан әрі тырнағандай болып, Жазираға күйеуде сөзбен тиісіп қалатын. Сауап болған, бұл да кем, жүр енді, өз келініңе келін болып. Айттым саған, ей, жастардың арасына түспе деп, тыңдамадың. Ал енді отыр осыған риза болып деп, қолын бір сілтеп далаға шығып кетті. Өзегін өртеген өкініші түн ұйқысын расында төрт бөлді. Таңға дейін көз ілмеген Жазира Анельдің қадіріне енді жеткендей. Бірақ тым кеш. Бұл өмірде ақша, байлық, мансап маңызды болғаны сонша, көзін шел басып, кейде жандағы жақындарының да қадіріне жетпей жатады. Дегенмен, бұл өмірдің жазылмаған бар ережесі бар. Бәрі уақытша. Ортадағы сыйластық қана адамдарды сыйлы етеді. Сондықтан жақындарымыз алдында қадірімізді жоғалтпайық, сыйлы болайық.